Ал бәріне ас болсын. Қызметші, ой, бала күтуші, сен барып магазиннен продукты бар алып келші. Өтінем. Бар, не істеп тұрсың? Біздің отбасымызда неге шай ішіп отырсың? Бар, алып кел тез. Кейін етейін да, мен қазір тіпті шай қойып отырмын ғой. Жоқ, дәл қазір алып келсе, біздің айтқанымызды тыңдайсың ғой сен. Жарайды, алып келейін. Списігі қайда тұр? Списігі мен столға қойған. Бар, тез алып кеш. Шайды кім қояды? Мен қоям ғой, әкелсе. Адам жоқ деп қойасың ба? Жайдым, кеттім. Қызым, оны не? Шай ішіп жатыр еді ғой. Мама, қош, сөзін сөйлей бермеш оны. Қызым, сол қызметшіге не солай сөйлейсің? Жап-жақсы қыз ғой. Балаларға қарайды, сүтін береді, ойнатады, тамағын береді. Мама, қойшы болды, қойшы. Бұл қызметші өте жаман қызметші. Балаларға қарасаңызшы. Бала күтуші келмей тұр, олардың көңіл келеді, күшті, нормальный, прям күшті болып жүреді. Қазір тіпті көңіл келеді, түсіп кеткен. Оның үстіне тіпті ұрған таяқпен. Қой қызым, қайдаған айтпа. Бұл қызды жіберіп алмау керек. Бұл жап-жақсы қыз ғой. Мама, өзін шай қойып отыршы, мен қазір келем. Қайда? Қазір келем. Так, есікті ашайын. Аха, біз келдік. Осы има адрес бойынша? Я, кіріңіздер. Ана бөлмеге камера орнаттыңыздар, көрінбейтіндей етіп. Ақшасын переводтап аудардым сіздерге. Аха, жақсы, қазір орнатып береміз. Я. Ханым, орнатып бердік. Аха, ақшасын переводтап аудардым. Жақсы, рахмет сіздерге. Аха, оқас жоқ, кеттік. Тагесті жол болайын. Вот, кеттік. Қызым, қайда барып келдің? Камера орнатушыларды қарсы алдым. Камераны орнатып кетті. Қызым, не камера қоясың? Ой, мама, кешкі жақын өзін көрсетем, ана бала күтуші жаман екен, сізге көрсетем. Қандай жаман қыз екен. Аха, біз болдық, тұрайық, жұмысқа кешкеміз, кеттік жұмысқа. Балалар, қазір сендердің қызметші келеді, сендерге қарайды, я? Аха, біз өзіміз отыра береміз. Жақсы, кеттік, жұмысқа кешкеміз. Кішкене отырайықшы, я, Азамат. Я, әпке. Бір мыналарды әзер көтердім ғой. Не деген көп бір заттар неткен. Жәтеге кірейінші. Кетіп қалған шығар жұмысқа уже. Ана екеуі қайда? Екеуін? Не отырсыңдар? Ой, біз жай ғана демалып отырайын дегенбіз. Тұрыңдар бұл. Тұрыңдар диваннан. Тұрыңдар. Жинандар үйді. Бол. Жинандар тез-тез. Жарайды. Бар, сен көзіме көрінбешсің. Сен не тұрсың? Жу. Тез-тез. Тіпті мына продуктыларды орнына қой бар. Ана шошқа әпке мені қайта-қайта жұмсап қоймады ғой тегі. Менің әпкем және шошқа емес. Кімсің сен оны шошқа дейтін? Және де бұлардың бәрі мен емес, сенің міндетің емес пе? Мен бұла жууға міндетті емеспін да ғой. Келгеннен кейін сен анама айтып берем. Егер анана мен туралы бір сөз келетін болса, сені аямай сабап тастаймын, ұқтың ба? Бұлардың бәрі мен емес, сенің міндетің. Мен бұлай етуге міндетті емеспін. Не отырсың? Жасама мыналарды. Мынау қарама, дұқы жетіп қояды ғой, үлкенге тіл тегізіп.
Қазір таяғым қайда? Өлтіремін сені. Ха, таяқ жесін. Бері кел. Аяғым. Бар аналарды холодильникке дұрыстап қой. Или ана жаққа қоя салшы, кейін өзім апарам. Әйтпесе саған сенім жоқ. Жарайды, ана жаққа апарып қоя салайын. Нервыма тип мыналарды. Мен қазір демалып алам. Осы үшін мына жер тап-тұйнақтай болып тұрсын. Егер тап-тұйнақтай болып тұрмаса, таяқ жейсің. Жарайды. Мен кеттім. Көзіңді ағызбай тұмаған. Ұқтың ба? Мен келгенде мына жер тап-тұйнақтай болып тұрсын. Ұқтың ба? Әйтпесе таяқ жейсің. Солайша ол үйдің бәрін тазалап жинапты. Солайша ол өте көп сағат ұйықтап алды. Қазір ашқан кезде күліңдер, я? Аха. Қазір аша берейін. Ой, қош келдіңіздер. Жұмыстарыңыз қалай өтті? Міне, өте жақсы қызметші. Бізді күн сайын естіп қарсы алып алады. Мама қош болды. Балар, күн келген жоқ қой. Олардың күн келері күшті ғой. Жаңа бір нәрсе нетіп отыр еді. Кәне күліңдер. Жоқ әпке, бізде бәрі күшті ғой. Я, Азамат? Я, күшті. Жарайды. Сіздер бір нәрсе жемейсіздер ма? Шай жасайын ба? Жоқ, жасамайық қой. Әрі уақыт болған жоқ қой. Аха, жақсы, мен кеттім, балаларды ойнатайын. Үй жандарым. Мам, жүріңіздерші. Қызым не болды? Қайда барамыз? Жүріңіздерші, біз бір нәрсе көрсетеміз сіздерге. Папады бәрін жүріңіздер. Балалар, сендер де жүріңдер. Сендер де жүр бері кел. Екінші этажға. Аха, жақсы. Не екен? Кеттік. Міне қараңыздар. Келетін болса, сені аямай сабап тастаймын. Ұқтың ба? Олардың бәрі мен емес сенің міндеттің. Мен бұлай етуге міндетті емеспін. Не отырсың? Жасама мыналарды. Масқара. Мынау қараны дұржетіп қояды ғой. Масқара ғой, не сұмдық мынау? Таяғым қайда? Жоқ. Өлтіремін сені. Дұрыс түсінбей қалыңыздар, ол өтірік негізінде. Кешіріңіздерші мені. Албасты, жоғал біздің үйден. Мен сен жақсы қызды екен деп ойлап жүрсем. Ұялмай тұрған қараш, сұмырай. Мама, сіздерге айттым. Жынды қыз. Балалар, сендер біз жоқта не деді? Сосын әпкемді шошқа деді. Сосын осы үйде бүкіл киімдерді ақтарып киді. Масқара. Мен сенен мұндайды күтпедім. Жоқ, сіздер олай түсінбедіңіздер. Өтінен кешіріңіздерші мені. Олар өтірік айтып тұр. Қайдағы өзі өтірік айтып тұр. Сенбедіңіздер мама оған. Мен балаларыма сенен ба, саған сенен ба? Өтірікші. Жүр. Жоғал біздің үйден. Сауап. Жүріңдер балалар. Кеттік. Оңбаған екен, сволочь. Жоғал біздің, жоғал, сволочь. Ұрманы шаурады. Қалай екен? Міне мына жаман сумкаңды алды, жоғал біздің үйден. Өтінен, мен басқа баратын жерім жоқ. Өтінен.
кет бар. Оңбаған. Мынандай өтірікшілерді сабау керек мынандай өтірікшілерді. Менің басқа баратын жерім жоқ қой. Далада тұрам ба енді? Ой, жаным сол, қызым қол аяғыңды ұрыпты ғой, көгеріп қапты ғой, жаным сол. Маған айта бермедің бе? Мен оны бәрібірде пышақтап өлтіретін едім. Мама ол айтты, тіпті бізді қорқытып тастады. Ой, жаным сол, қатты қорқып қапсың ғой. Ой, жаным сол. Болды, қызым, қорықпа. Енді мынандай оңбағандарды енді үйге кіргізбейміз вообще. Қызметші жағын өзім қарастыратын болам. Сендерді ойнатпақтатты ғой. Тамақтарыңды да бермепті ғой сендердің. Өлә, айтпайсыңдар ма? Тамақ беретін едім ғой. Жоқ, ол кезде тамақ жемейсіңдер деді. Ай, мына оңбағанды соттамасақ. Жүр, шайларыңды берейін сендерді. Үй жандарым сол. Мама айтпақшы, ертең мен жұмысқа барамайым, сұранып алдым. Ертең балаларға қараймын, мен вообще жұмысқа бармайым. Жақсында тұту жақсы болатын еді. Солайша балалар өте бақытты балалар болды. Достар, осы сериал аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Мына лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.